Әкенің жақсы жезді дейді. Жезден жақсы болса крыша дейді, жаман болса крыса дейді. Крыша екенімізді көрсетіп ордаға сыйлап құрметтеп шығайық. Ал, зырақшы жезде қайда? Келіңші. Айбек спонсор болсын онда, папасына. Айбек орнында ма? Қайсышылар орны? Жақсы, бұйырған, иә? Ал, ортаға келейік. Да, қош келдіңіз. О, міне, жылтыр көйлек десе жылтыр көйлек. Қалай шапалап ұрмайсыздар, міне. Бір қол соғып қояйықшы. Жылтыр көйлек деген осы жерде қой жіберіп ше, музыканттар қояды. Ортаға келдіңіз. Таныс қояйық, есіміңіз? Лена. Лена? О май гад. Лена, тамаша. Сіздің есіміңіз? Сәукүш. Енді, Сәукүш, сізге Алла жар болсын. Осы тойдан аман есен шығайық дегенде қорықпаңыз. Я с тобой. Потому что, білесіз ба? Бұл кісінің інісі менің жан досым. Так что, рас қой. Өміртай деген азаматты көбісі біледі, сол бірге бір төсекте өскен досым шыны керек. Так что, қалай енді мына кісі бұл жақ болмаймын, мен сондықтан сен ренжімен. Бұл тағдыр енді кездейсоқ. Ортаға келейік, сіздер шапалап ұрасыздар, қол соғайық, қошеметтейік. Кет, жылтыр көйлек. Сәкош, я с тобой, кет. Енді апай, ренжімеңіз маған, қолымнан келмеді менің. Қолымнан келсе жасар едім, халық көріп тұр, ертең ел не дейді, дұрыс па? Сондықтан да көтеріліс болып өту мүмкін. Итағана жаңа жөнді бастап көтеріліп жатыр. Астана жалғасып кетпесін деп, соны басайық деп, енді міне тойдан тобықтайық. Ең бастысы ортаға шығып, төбе көрсетіп, сыйлап құрметтеп жатсыз. Бұл өзі үлкен мәртебе. Рахмет сізге. Ортада жолыңыз болсын. Бір қол соғып қояйық. Рахмет сізге. Қолынан келмеді. Бұл жерде қадір билемезектен арамын жасайық. Өке. Ең бастысы той біздікі ғой. Осы бауырымыздың той көтермейді, қатын той көтереміз. Тем более мынандай жылтыр көйлек красавица организаторын білмеймін. Мынандай мүмкіндік бола бермейді. Ал, бір қол соғып қояйық. Жоқ, бір би болсын аға. Бір шапалақ қояйық жақсылар, байыстыра. Жоқ, стоп. Модерн мұш? Модерн. Ана қазір апалар қойсын. Қоймайтын болсын. Бір қаттырақ қошемет болсын. Лезгинка? Жоқ, лезгинкадан сойшыда. Лезгинка сені скоростно жете алмаған қазір. Лезгинка дейді. Аға, лезгинка білейсің ба? Жақсы. Модерні ғой. Ал бір қаттырақ қошемет болсын. Жібердісің. Қаттырақ қол соғып отырайық, қошеметті отырайық. Кеттік, маэстро. Жарма, не қойып отырсың? Давай!
Осыған. Эй! Ау! Анатар, эй! Рахмет. Аға, жаңа қай жерде отырдыңыз? Ана жерде? Сонда бір отыра берсеңіз болады. Сізге бір қол соғып қояйық. Нағызға шап келетін жігіт жоқ па не? Йо-май. Қазір болдық қой мынау, ұят болды ғой. Ерекең жақ, ерекең жоқ па не? Йо-май. Позор это. Таппай қалды. Позор. Намыс қайда? Кім? Алтынбек алтын. Жәке, Алтынбек қайсысы? Қайсысы күшті билейді? Алтынбек қуама не? Ол оңай өнер жоқ еді ол. Ол ішпейді, ішсе ғана қуатты ғой. Кел шал. Лезгиді? Қойма? Жоқ, қазір қоямын лезгиді. Қоямын қазір. Но қазір емес. Ақ көйлек, қызыл көйлекті қойшы. Жоқ, ол емес. Ақ көйлек, көк көйлек. Басқа, қабдолынан кеттік ал деген. Енді біз сіз жеңілген жоқсыз. Просто кішкене дем алсын. Сыртқа шығып кішкене сәл дем алып, тынығып алсын деп пока сізді отыра тұруға. Бір қол соғып қояйық, болсын. Деген шүшіп жеңіп қойды. Ал. Тағы да кім бар? Мақты билейді қыздардан. Кім? Самбат. Сымбат. Сен Сымбат. Кел, майыс па, ұзатқысы. Кел ала. Пиджак может деген қапты күшті. Прическа вообще күшті. Как называется прическа? Ауылда өскен шырмауық деп. Сымбат, от души билейміз ғой. Ал дейді, қалай? Кеттік, жібер. Бір жақсылап шапалап ұрайық, жастарға арналған. Керемет бір музыка, жібер.
мына Алтынбек саған тат свет мынау көйлегіңе құтты болсын. Енді қыздың жолы жіңішке дейді Алтынбек, ұлдың жолы қотыр жол дейді. Қызға жол берейік, иә? Атак сен жеңілген жоқсың, нормально келесің. Мына сымбат машина пицца. Қай жақтың қызсың? Екібастыз. Екібастыз. Мен шұлдың қыз ма деп ойлағам. Ал Сымбатпен бір сымбатты жігіттерден бар ма? Мықты билейтін кім? Құрбек? Нұрбек? 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 Бал дейді Нұрбек. Жігіт болсаң шық Нұрбек. Билей ма? Қуа ма? Он что-то бірдеңе бүлдіріп қойған адам сияқты. Бәрі нормальный ма? Ұрдық сен қойған адам сияқты бір түр шықты. Нұрбек қайда есім? Есімің Нұрбек? Нұрбек. Нұрбек, тамаша. Ал, Сымбат, Нұрбек, таныс қойындар. Будьте счастливы. Кетті, қошемет, Нұрбек, против Сымбат. Бекем емлету керек сияқты. Болды ақша жинаңдар. Нұреке міне құтты болсын. О, Сымбат вообще күшті билет бар ғой. Прям супер, я в шоке. Молодцы, келмеді. Артына қарама. Енді бұлай істеге ағай. Артына қарама. Енді бұлай жасайық, қадырлағай. Жастар биледі ғой. Мен мынау қарайым, апа-аталар бұл кісілерді әлі жас. Дұрыс па? Қартайып тұрған жоқ, құдайға шүкір. Той сіздердікі. Міне, сіздер қартайдық, ойбай, ал, беріп, ал, деп отырсаңыз отыра бересіздер. Сондықтан да, міне, осы апа-аталарды да бір орнынан тұрғызып, осы кісілер болмаса бір қазақтың ұлттық биін қара жорған бір билетін кеп отырып. Себебі біз жастармен шектеліп қалмау керек, дұрыс қой. Ата-аналарымызды да құрметтеу керек. Бәріміз де ата-анадан тудық. Бәрімізде әке шешеміз бар. Әкені, ананы сыйлаған еді ұрпағымыз. Сондықтан да ортаға енді екі жақтың ата-апаларын көрейікші. Қуатын деп күшті билейді. Алыстан келіп отырған ағамыз Шайман ағамыз шығаршы. Шайман ағамыз ортаға келдіңіз. Осы сізді мықты билеттер сенің өтіңіз. Алыстан келіпсіз. Алыстан келгенде мықты билейді. Алтынгүл апай. Сен жақындарында билейсің, күшті билейді ғой сені. Алтынгүл апай, қайда? Алтынгүл апай, қайсыз? Құдай ау, мына кісіге не болған? Бәріңіз бір ерекеңнің үстінде тойына келген сияқты болсыздар ғой? Келіңіздер. Астананың главный врачы сияқты. Күшті. Да? Сен жүрек сезіп қош келдіңіз. Той құтты болсын. Есіміңіз? Алтынгүл. Алтынгүл апай деңіз. Мен енемнің аты Алтынгүл. Сіздің есіміңіз? Шайман. Шайман. Шәке. Шаштың түскені бастың піскені дейді. Құтты болсын ал. Енді жақсылап тұрып билейік. Қара жорға ма? Қара жорғаны қойш. Қол соғып қойып кеттік. Ал, аға. Оп.
Сізді ана больницадан срочно шақырып жатыр дейді. Біреу науқастанып қалыпты. Соған аға дәрігер керек деп жатыр дейді. Рахмет сізге. Мархабат, бір қошемет ұрып. Кетпейіңіз аға. Базар жоқ. Менде құрт бар, біз құрт құпиясы сізде бар сияқты.